Саламатсыздар ма? Сіздермен жоғары инженерлік технологиялық колледжінің арнайы пәндер оқытушы Байгелова Алтынай Шарапбаевна. Бүгінгі сабақта біздер курстық жоба есептерін видео арқылы түсіндіруге тырысатын боламыз. Өткен сабақта біздер қозғалыс уақытын, маршруттағы уақыт және жүріс санын қалай анықтау керек екенін мысал ретінде көрсетіп, оқушыларға түсіндірген болатынбыз. Енді бүгінгі сабақта біздер автомобилін орындайтын бір күндік өнімділігін анықтайтын боламыз. Яғни бір күндегі өнімділік бір күнде қанша тонна жүк тасымалдайды. Біздерде QN дегеніміз кішкентай, бұл автомобилдің жүк көтергіштігі. Бұл біздерде курстық жоба бойынша тұрақты шама 8 тонна деп алдық. Және гамма S бұл біздерде жүк көтергіштігін пайдалану коэффициенті, бұл тұрақты шама 1-ге тең. Және NG дегеніміз бізде жүріс саны. Формулаға ешқандай қиындығы жоқ. Формулаға көрсеткіштерді қойып есептейміз. Мен шығарып отырған мысал бойынша біздерде 3 жүріс қажет болады. 8 пен 1 тұрақты шама, сондықтан 24 тонна бір күнде тасымалданатын жүктің өнімділігі. Енді жылжымалы құрамның қажеттілігі. Жылжымалы құрамның қажеттілігі, яғни бізге белгіленген мөлшердегі жүкті тасымалдау үшін қанша жылжымалы құрам қажет болады, соны анықтайтын боламыз. Оның белгіленуі АМ және Q тәулік 1, Q тәулік 2 дегеніміз бұл бір тәулікте тасымалданатын екі бағыттағы жүктің көлемі. Яғни біздерде мысал ретінде көрсеткен болатынбыз. Егерде А пунктінен Б пунктіне дейін мысал 15 тонна тасымалдайтын болсақ, Б пунктінен С пунктіне дейін жартылай мысалы 10 тонна тасымалдаймыз деп аламыз. Менде мысал ретінде 100 тонна А пунктінен Б пунктіне дейін және Б пунктінен С пунктіне дейін 150 тонна. Өнімділігімді 24 тонна деп анықтадым. Формулаға сәйкесінше 100 және 150-ді қойып 24-ке бөлеміз. 10,4. Біздерде бұл бүтін сан болу керек, сондықтан бұны 10 автомобиль немесе жылжымалы құрам деп ескеретін боламыз. Ендігі 6-шы формула. 6-шы формулада біздер тиеу түсіру пунктінің қажетті санын есептейміз. Бұл жерде де барлық формуладағы көрсеткіштер біздерге белгілі. АМ яғни қажетті автомобиль көлігінің саны, Т тиеу дегеніміз тиеуге кеткен уақыт және ТЖ дегеніміз бір айналымға кететін уақыт. Ал N бірлік дегеніміз бұл жерде автомобильді тиеу түсіруді қоюдағы тұрақсыздық. Яғни оны тұрақты шама 1,1 деп алатын боламыз. Екі формула бірдей, N тиеу және N түсіру. Сәйкесінше формулаларды қойып есептейтін боламыз. Бұл жердегі 10 дегеніміз, менде 10 автокөлік қажет болып шықты. 2,5 деген көрсеткіш, яғни ол қозғалыс уақыты ең бірінші формулада анықталған болатын. Және де 1,1 бізде тұрақты шама. 0,25 дегеніміз бұл тиеуге кеткен уақыт. Бізде минут ретінде берілген болатын, соны сағатқа айналдырғандағы көрсеткіш. Біздерге есептеу нәтижесі бойынша бүтін сан керек, яғни бір тиеу пункті және бір түсіру пункті деп шығады. Ендігі маршруттағы түзетілген уақыт. Маршруттағы түзетілген уақыт дегеніміз қайта анықтаймыз. Бұл жерде нақты бізге кететін бір айналымға кететін уақытты көбейтеміз жүріс санына. Менде бірінші формулада 2,5 шықты, яғни 2 сағат жарым, 2 сағат 30 минут және жүріс саны 3 рейс жасайтын болды, 3-ке көбейтеміз. Жалпы сонда менде маршруттағы уақытым 7,5 немесе 7 сағат 30 минут. Енді түзетілген нарядтағы уақытты анықтайтын боламыз. Түзетілген нарядтағы уақытты анықтау үшін біздер түзетілген маршруттағы уақытқа қосамыз. LN1, LN2 бізде белгілі. Бірінші нөлдік жүріс және екінші нөлдік жүрістің ұзындығы. L бос дегеніміз бос жүрістің ұзындығы және VT бұл бізде техникалық жылдамдық. Сәйкесінше формулаға қойып анықтаймыз. Нарядтағы уақыт бізде 7 сағат 45 минут. Енді
Біздерге гараждан шығу уақытын анықтау қажет. 9-шы формула бойынша гараждан шығу уақыты біздерде ТЖБ дегеніміз бұл жерде жұмыстың басталуы. Бізде жұмыс сағат 8-де басталады. Берілген. Ол сіздерде бастапқы мәліметтерде берілді. ТН1 дегеніміз нөлдік жүріске кеткен уақыт. Яғни біздерде нөлдік жүріс белгілі, бірінші нөлдік жүріс және жылдамдық белгілі. Сондықтан ТН1-ді анықтаған кезде LN1-ді бөлеміз VT-ға. Сәйкесінше формулаға қоямыз. Менде берілген мәлімет бойынша жұмыс сағат 8-де басталады. LN1 бірінші нөлдік жүрістің ұзындығы 5 км және VT техникалық жылдамдық 20 км сағатына. Есептейміз. Есептеу нәтижесі бойынша 7,75 немесе 7 сағат 45 минут. Гараждан 7-ден 45 кеткенде шыққан. 15 минут жүріп, бірінші түйе пунктіне жеткен. Яғни 7 сағат 45 минут, 15 минутты қосамыз, сағат 8 болады. Сонда біздерде жұмыстың басталған уақыты шығады. Бірінші нөлдік жүріске кеткен уақыт 15 минут. Келесі. Жылжымалы құрамнан гаражға кіру уақыты. Яғни бұл жерде гараждан шыққан уақытына қосамыз нарядтағы түзетілген уақытты және демалысты. Демалыс уақыты біздерде 1 сағат деп есептелінеді. Гараждан шығу уақыты. Гараждан шығу уақыты біз анықтадық. Бұл менің есептеуім бойынша, мендегі нұсқа бойынша бұл 7 сағат 45 минут немесе 7,75. Және түзетілген уақыт, нарядтағы түзетілген уақытта менде 7,75 шықты. Қосамыз және 1 сағат демалысқа кеткені бар. Яғни гаражға кірген уақыты 4,5-да. 16,05 немесе сағат 4-30 кеткенде ол гаражға жылжымалы құрам оралады. Сонымен қатар автокөліктің тиеу пунктінен түсіру пунктіне дейінгі қозғалыс аралығын анықтаймыз. Бұл жерде біздерде 2 пункт болғасын 15 және 15 километрді бөлеміз 20 километрге және 10 километрді бөлеміз 20 километр сағатқа. Біздерде және бірінші және екінші қозғалысқа кеткен уақыт анықталады. Енді бір күндегі жүкпен жүрген жүрісті табу үшін жалпы жүкпен жүрген жүрісті көбейтеміз жүріс санына. Біздерде жалпы жүкпен жүрген жүріс 25 км, яғни оны көбейтеміз 3-ке, сонда 75 км бізде жүкпен жүрілген. Енді орташа тәуліктік жүрісті анықтаймыз. 13-ші формула бойынша бұл жерде 2 ЛЖЖ көбейтеміз НЖ. Яғни ЛЖЖ деген жүкпен жүрген жүріс 75 км жаңа анықтадық. Және НЖ. НЖ біздерде жүріс саны LN1, LN2 бізге белгілі. Бұл бірінші нөлдік жүрістің ұзындығы, екінші нөлдік жүрістің ұзындығы және бос жүрістің ұзындығы. ЛЖЖ бізде 25-ден анықтап кеттік. ЛЖЖ 25, яғни 15 километрді 2 бағытта кері жүріп тұр, соның 5 километрін бос жүрген. Сонда бізде 15 километр жүкпен жүрген, оның тағы да 10 километрін кері бағытта жүкпен жүрген, қалған 5 километр бос жүріс жасаған. Сонда біздерде 25 километр. 25-ті көбейтеміз 2-ге, 3-ке және бос жүріс нөлдік жүрістердің қосындысы. Жалпы орташа тәуліктік жүріс бұл бізде 155 километр. Енді 14-ші формула бір күндік жүрісті пайдалану коэффициенті. Бір күндік жүрісті пайдалану коэффициенті есептелген формулаларды 12-ші формуланың 14-ші формула қатынасы, яғни бір күндегі жүктелген жүрістің орташа тәуліктік жүріске қатынасы. Бізде жүрісті орташа пайдалану коэффициенті, бір күндік жүрісті пайдалану коэффициенті бізде 0,95-ке тең.